Балаңызды балабақшаға бергелі жиі ауырып бастады ма және бұл қалыпты ма? Иә, бұл қалыпты жағдай. Балабақшаға барғалы жылына 8-12 рет ауыруы мүмкін, яғни айына 1 рет ауырып тұруы мүмкін және бұл норма. Бұл неліктен болады? Балабақшаға барғалы жаңа вирустармен, инфекциялармен танысады. Бұл баланың иммундық системасы дұрыс жұмыс істемейді деген сөз емес, немесе баланың организмінің әлсіздігі емес. Бұл қалыпты жағдай. Осылайша жаңа организм өзінің иммундық системасын қалыптастырады, яғни қорғанышын қалыптастырады. Қай кезде қауіпті деп саналады? Егер де балаңыз әр ауырған сайын толық жазылмаса, поликлиникадағы ем-дом толық емдемесе, баланың бойы мен салмағы өзінің жасына сай дамымаса, бұл қауіп белгілері болып табылады. Және де қосымша зерттеулер мен емді талап етеді. Назарларыңызға рахмет.